Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Қуыс кеуде кітабын ұсынайын деп отырмын. Кітаптың басында авторлар айтып кетеді, не үшін бұл кітаптың атауы Қуыс кеуде деп аталады. Ол Женева қаласында бір мүсінші өз мүсінін таныстырған екен халықпен. Сол жерде суреттің мұқабасында тұрғандай, ескерткіште адамның іші, кеудесі ештеңке жоқ, қуық, бос кеуде болып тұрған екен. Және де сол автордың айтуы бойынша бізде қазір осы біздің Қазақстан қоғамында, жалпы адамзатта қазір 21 ғасырда көбінесе елдердің сондай іштері, қалай айтсам, пустой, ішінде осылай рухани, ұлттық тәрбие аз деген сияқты солай айтып кетеді. Бірақ біз түсініп отқандағыдай, негізі адам өзінің ішінде, мысалы, миында, өзінің қызығушылығында ешқашан ол бос болмайды. Оны сен тәрбиемен, мысалы, спортпен, өзінің бір қызығушылығымен толтырасың, немесе қасындағы қоршаған адамдардың қалай ықпалымен сенің кеуден толады деп өзім түсінем. Өйткені бәрібірде адам бекерден бекер басы немесе сол қызығушылығы ноль боп жүрмейді ешқашан. Өйткені әр адам, мысалы, біз қоғамда өмір сүргендіктен, әр адам қасында көптеген адамдар болады, соларға қарайды, олардың еліктеуін көреді. Мысалы, бір адамдарда бір хобби болса, бір қызығушылық болса, бір қоғамда, ол адам сол қасындағы адамдарға қарап, сол қызығушылыққа жақын болады. Және де бәрібірде адам қоғамдық социология қатты мән береді ғой. Біз көп бірігіп өмір сүргендіктен адам бәрібірде қасындағы адамдарға қызығады. Мысалы, мысалға айтып отырмын да өзім. Егер де бір адамдар осылай бір ұлттық тәрбиеге немесе бір біздің ұлттық музыкаға, ұлттық спортқа сондай қызығушылық ортаға түссе, бәрібірде адамда сондай қоғамда туып өскен балада бәрібірде сол өзінің ұлттық спортқа, ұлттық тәрбиеге басым болады көпшілігі. Бірақ та енді арасында субкультура деген сөз тіркесі бар ғой. Мысалы, қанша дегенменде бір қоғам болса, ол өзінің бір мәдениеті болса, бәрібірде сол адамдардың арасында бір 2-3% сол мәдениетке бағынғысы келмейді, немесе өзін сол мәдениетте ортада таппағандықтан басқа ортадан өзін іздейді, және өзі сияқты адамдарды, мысалы, өзіне деген қолдауды іздеп басқа мәдениетке кетіп жатады. Мен соны айтайын дегенмін. Жалпы кітаптың басынан жалпы адамзаттың тарихы, және де осы қоғам қалай қалыптасқан, біздің Қазақстанда қандай жалпы тарихи кезеңдер болған бойынша жалпы аз-аздан айтып кетеді авторлар. Және де бір жақсысы бұл жерде сол бұрында бізде Қазақстанның Кеңес одағы кезіндегі тарих кішкене жақсы жазылған, бірақ енді толық жазылмаса да былай ашып жазылып кеткен. Және де сол бір жақсысы, осындай кітаптарды оқып, біздің, мысалы, Жүргенов, Жұбанов деген сияқты фамилияларды естіп, олардың өмірлері, олардың жұмыстары қызыға бастайды екенсің. Мысалы, олар жалпы қандай қызмет атқарды, қандай еңбектері бар деген сияқты. Бірақ кітапты оқымай жатып, маған сол Жүргенов, Жұбанов деген ол сол университеттердің, академияларын атауы ғана сияқты естілетін. Осы кітапты оқып жатып, олар шынайы Алматыда осы қанша 70-80 жыл бұрын өмір сүріп, еңбек еткен тұлғалар екені түсінесің да, и олардың қандай бізге, қоғамға қандай пайдасы тиген деген сияқты былай қызығушылық шығады екен бұл кітапты оқып жатып. Жалпы бұл кітапта бұл көркем әдебиет емес, мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Біздің YouTube каналда көбінесе көркем әдебиет, бір оқиға туралы кітаптар айтамыз. Бұл кітап бірінші шығар. Көркем әдебиет емес, басқа стильде жазылған екен. Жанры бұл бір журналистік бір ой толғау ма, сондай автор
бізбен бірге диалог құрған сияқты. Енді негізі монолог қой, автор өзі жазады, сол оқырман соны тыңдап, әртүрлі тақырыптарды көтеріп жатады, өзінің ойын оқып жатады. Міне мына жақта кітаптың артында мазмұндарында, мысалы бағанағында айтып кеткендегіндей математика ғасыры, физика ғасыры, биология ғасыры, атом ғасыры деген сияқты кітаптың басында жалпы адамзаттың тарихы, қандай ғылым пайда болды, ол ғылымның пайда болуы қандай салаларға әсер етті деген сияқты сол жалпы оқиғаларды айтып береді. Және де кітаптың ортасына бастап біздің Қазақстанның қоғамы, қазақтардың қоғамына сондай тақырыптар келеді. Әжемнің әлемі, тереңнен тартқан тамыр деген сияқты. Жалпы осындай осы кітаптың ішінде неше түрлі тақырыптар болады. Автор көп салалардың тақырыптарын, проблемаларын жазып кеткен екен. Бірақ маған қатты осы тақырыптардың ішінен ең сүйкімді ұры деген тақырып көп ой салды. Мысалы, ол сол тақырыпта, сол бөлімде дейікші, сол бөлімде бізде футбол туралы айтылып кеткен екен. Автордың айтуы бойынша сол футболды көру, мысалы, енді футболдың минустарын айтып кеткен. Футболды кейбір фанатизмге кіріп кеткен адамдар бар, футболды көреді, бір-бірімен төбелесу мүмкін, олимпке барып ставка қояды, сосын PlayStation компьютерлік ойындар ойнайды, сосын тағы қандай. Сондай жалпы футболдың минустарын айтып кеткенде, сосын аяғында осы футболды ойнамай, тек қана сол футболдың жақсы жақтарын алып, стадионға барып футбол теуіп, достармен, адамдармен қарым-қатынас және дене шынықтыруды жақсартқанға жақсы деп жазып кетіпті. Және де бұл бөлімге мен өз ойым бар. Мысалы, футбол бәрібірде әлемдегі ең номер бірінші спорт түрі. Оны біз қаласамыз да, қазақтар қаласа да, қаламаса да, ол біздің қоғамға кіріп кеткен. Оны футболды тоқтатып, немесе футболдың букмекерлік ойындарды, сол ставкаларды тоқтатып, мысалы, FIFA ойындарын тиым салу деген сияқты, ол өте дұрыс емес идея деп ойлаймын. Өйткені бүткіл әлемде қазір футбол саясатпен бірігіп кеткен, және де оның ішінде көптеген корпорацияларға кіріп кеткен, және де ол жақта көптеген ақша жүріп жатыр футболда. Футбол негізі сол қазір бүткіл әлемде неше түрлі жарыстар болады футболдың, және де бүткіл әлемде ол кәдімгідей саясаткерлер, мысалы, жай қоғам белсенділері сол футбол арқылы өздерінің саясатын, өздерінің жұмсақ қарулы дейді ғой, мысалы, саясаткерлер, мысалы, кейбір елге, мысалы, инвесторлар дейік, басқа да корпорациялар дейік, мемлекет дейік, басқа елге, мысалы, басқа рынокке кірер алдында, олар бәрібірде сол жұмсақ күшті пайдаланады. Ол бізде сол футбол қоғамдық. Өйткені көбінесе футбол ең арзан спорт деп есептеледі, өйткені оған тек қана доп қана керек, ал одан басқа ештеңке керек емес. Негізі доп қана болса, соны екі тас қойып, бір ворота қойып, 11 адам солай бір-бірімен доп теуіп, ойнап жүре береді. Мысалы, сондай оның футболдың қасиеті сондай өте арзан спорт болғандықтан бүткіл әлем бұл спортты ойнайды, және де бұрындары ақш, Америка құрама штаттары сол футболды менсінбей ойнағысы келмесе де, қазір біз байқап жүрміз, Американың өзі де сол футболға кіріп, және де болашақта болатын әлем чемпионатын сол ақшта, Канадада, Мексикада өткізуге сұраныс тастап отыр кеткен, және де болашақта сол футболға олар көп ақша салып отыр. Міне бізде Қытай мемлекеті көп сол футболға ақша салған, арабтар, мысалы, сол Катар, Сауд Арабиясындағы бай арабтардың өзі сол футбол арқылы өздерінің саясаттарын жүргізіп жатыр. Сол себепте мен ойлаймын, бізде сол футболдың минустарын қарап, оны тоқтатып, оны тежеп,
керек емес, өйткені бәрібір де оны букмекерларға немесе ойындарға запрет қойсаң да, ол адамдар сол футбол үшін олар айналмалы жолдармен сол бәрібір де сол ақшасын құртады деп ойлаймын. Сол үшін оны бәрін заңдастырып, керісінше дамытып, сол ақша, адамдардың энергиясы, мысалы жастардың көбісі, қазір стадиондарға қарасаңыздар, футбол стадиондарында көбінесе жас адамдар, жігіттер өзінің энергиясын мысалы жұмсап, соны біздің қазақтың идеологиясына сондай бағытқа алып басқару керек деп ойлаймын. Өйткені бәрібір де осы жақында болған Реал Мадрид Қайрат ойында біздің қоғамда көптеген сол бірақ ойын атақты испаниялық клуб Қазақстанға келіп ойнаған кезде Қазақстанның көптеген проблемалары ашылды. Сол сияқты, сол үшін футболды негізі мен өзім ойым сөйтіп дамытып, оның жақсы жақтарын алып, көптеген өзіміздің қоғамда болып жатқан проблемаларды шешуге болады деп ойлаймын. Өйткені футбол бүткіл әлемде ойнайды, оның жақсы көптеген плюстары бар, сол плюстарды пайдалану керек деп ойлаймын. Жалпы бұл кітап не туралы деп сұрасаңыздар, бұл жалпы көп ішінде тақырыптары мен сіздерге айттым. Мазмұнын интернеттен тауып оқысаңыз болады. Көптеген жалпы Қазақстанның жастарының, қоғамның қандай проблемалар бар, солар туралы көп айтылған екен. Әр тақырып, әр бөлімге тоқтап, әр бөлімді талқылауға болады. Өте былай қызықты, көптеген ойлар тастайды екен бұл кітап. Егер де осы кітапты оқысаңыздар, осы кітаптан қандай ой түйдіңіздер, маған осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер. Және де отбасы хрестоматиясының баспасын тағы да қандай кітаптарын ұсынасыздар айтып кетсеңіздер болады. Маған жалпы осы баспадан алғаш рет осы Қуыс кеудені оқып отырмын. Жалпы өзім Бейсен және болмыс деген кітапқа қызығып жүрмін. Және де Қаныш Сәтбаевтың тағы да көптеген адамдардың автобиографиялық кітабы шыққан екен. Сол кітаптарды оқыдыңыздар ма? Қандай ойларыңыз бар? Солар туралы пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Бүгін мен сіздерге қысқаша Қуыс кеуде кітабы туралы айтып бердім. Егер де кітап ұнаса, сатып алып, осы кітапты оқыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.